Аяғы ауыр Мөлдір Әуелбекованың ауруханаға түсіп қалғаны рас па? Мақтаншақ Төреғали Төрәліні жұрт тағы сынның астына алды ма? Актер Қанат Әлжапаровтың егізі Кореяда тұра ма? Нұрлан Қоянбаевтың атақты актерлармен көрші тұрғаны рас па? Мен Лаура Биғали, осы және өзге де жаңалықтарды тарқатып айтатын боламын. Әнші Мөлдір Әуелбекова коронавирус жұқтырып, ауруханада жатыр. Бұл туралы өнер иесі Instagram парақшасында жазды. Бұл жағымсыз жаңалықпен бөліскім келмеп еді, бірақ мына жақтағы көріністі көзбен көріп, өз басынан өтіп жатқан соң сіздерге өтініш білдіру мақсатында бөлісуді ұйғардым. Бірнеше уақыттан бері біз COVID-19 бен ауруханада жатырмыз. Сіздерге өтініш, сақтанып жүріңіздерші. COVID-19 өршіп тұр. Айта кетейік, әнші екінші сәбиін күтіп жүр. Жақында әнші Төреғали Төрәлі өзі әлеуметтік желіге ақ және қара түсті екі бірдей Land Cruiser 200 маркалы көліктің ортасында күліп тұрған суретін жариялаған болатын. Суреттің астына хит әнші Қайрат Нұртас пен оның анасы әрі продюсері Гүлзира Айдарбекова пікір жазатын жерге «От, керемет» деген смайликтер қалдырған. Ал Инстаграмның өзге қолданушыларына әншінің бұл әрекеті ұнамай қалған. Шетелде әншілер мен әртістер кедейлер мен науқастарға көмектеседі. Ал бізде мынандай қиын заманда көлігі мен байлығын көрсетіп мақтанады. Соның не керегі бар? Осылайша қымбат көліктерін көрсеткен әншіні жұрт сынап тастады. Актер Қанат Әлжапаров өзінен аумай қалған кәріс жігіттің видеосын желіге жариялап, елді қарқ қылды. Басқа қан екенсіз Кореяда көрінді ойламаппын ше. Қанат Әлжапаров, 누구야? 형. 저기 Қазақстаны комеди 똑같이. Актер бөліскен бейне жазбаны оған Корей елінде қызмет еткен досы жіберген көрінеді. Бейне жазбада кәріс жігіті Қанатқа сәлемдеме жолдаған. Ал бұған таң қалған Қанат желіге «Мен қазақпын ба, кәріспін бе» деп жазба қалдырды. Кинопродюсер Нұрлан Қоянбаев Түркиядағы өмірінің қызықтарымен бөлісті. Өнер иесі жұмыс бабымен Стамбул қаласында жүргенде әйгілі түркиялық жұлдызды жұп Неслихан Атагүл мен Қадыр Жоғылұлымен көрші болып тұрған. Қызығы сол, Қоянбаевқа үйді актерлардың өздері тауып беріпті. Тіпті ақысында төлеп берген. Түркиядан ешқандай үй сатып алған жоқпын. Біз 8 айдай қонақ үйде тұрдық. Бұл бізге өте қымбат еді. Содан кейін үй жалдаймыз деген шешімге келдік. Мен Қадырға қалжыңдап, ренжіп айтқанмын. Қадыр, 45 күн қонақ үйде тұрдым. Бала-шағам барлық күзетшілерді таниды. Інімсің ғой, қазақтар келіп жатыр. Бір үй тауып берсеңші деп әзілдегенмін. Ол шын қабылдап, өз үйінің қасынан бір үй тапқан. Бүгінге осы, келесі кездескенше.